Алтайдағы арулар атынан, Алтайдағы алтын топырақты осы жаңбыр жауып тұрған, жақсылық жауып тұрған бүгінгі күн атынан құттықтаймын. Халқымыздың сүйікті жазушысы, халқымыздың сүйікті азаматы, мемлекеттік бірінші дәрежелі жазушы Шәміс ағамызбен және Шалқыма деген шалқар шабыттың не екендігін күллі ұрпақтарына, өшпес тамырларына сіңіріп кеткен қазақтың қадақтарымен мақтанып, бүгін сіздерге келгендеріңізді құттықтаймыз. Аяулы асыл ана Бағила тәтеміздің жеңісі, мақтанышы осындай керемет асыл жарын етегінен тартпай есті биіктікке шығару дейміз. Қазіргі заманның әйелдері үйрену керек, үлгі алу керек. Бірақ қолдарынан келмейді керек. Мүмкін емес. Сол үшін сіздерден біз үлгі аламыз. Кішкентай кезімізде бесікте жатып сіздердің сөздеріңізді тыңдап өстік, оқып өстік. Сөз көп қой, сіздерден тыңдаяқ та келдік, айтаяқ та келгеніміз жоқ. Алтайға сағыныштың, ізгіліктің, керемет бір әдемі сағыныштың жаңбыры жауыпты. Молшылықтың жаңбыры жауыпты. Ертең ағыл тегіл болатын асқақ бір үннің, үндестіктің жаңбыры жауыпты. Көңіліміздің жаңбыры жауыпты. Таусылмайтын бір сағыныш мол несібенің жаңбыры жауыпты. Жаңбырдың аяғы қуанышпен шаттыққа, толассыз жырларға, таусылмас естелерге жалғасатындай жаңбыр жауыпты. Жаңбыр жауа берсін. Алтайға жаңбыр жауа берсін. Алтайдың сарала жапырақтарын сарғайтпай, жап-жасылға ораған, көктен тамған сәуледей, күннен шыққан шұғыладай бір сағыныштар жауа берсін. Сіздермен бірге жауа берсін. Алтайға керемет. Алтайда қар жауып тұр. Мен жаңа екі рет шығып кетіп, екі рет шықсам да қар жауып тұр. Алтын Алтай, адамзаттың Алтайы, сағыныштың Алтайы, аға жайлап ауған елдің Алтайы, Қадаң ағамның табанының ізі, таңдайдың мөрі қалған Алтайы. Алтай өзіңізбен Алтай, сіздермен Алтай. Мен ақын емеспін, қазақтың қара өлеңінің жанкүйері, қызығушылығы, қарапайым ауылда Бөкбайден кісінің қызымын. Онда сіздерге бір өлең оқып берейін. Ne değil?